Üstüne шланг тастайсың. Өзі ұра береді, кескенде. Аны осы жерге жаямыз. Мұнда 3 бұрт бар. Осыған тақап. Осы 3 бұртқа тақап жайсақ. Анада құрттар өздері өтеді сосын бері қарай. Соңғы рет суарып жатырық мынаны. Осыдан кейін мына жаққа қарай мынаның үстіне қоямыз. Осы жақсы суарылады. Мына жерде тоже көң бар. Арғысын былай қарай жайып, мынаны бері қарай жаямыз. Мынаның жиегіне тастап шығамыз. Мынаның жиегіне. Өйткені бұл да бүйгіміз қайналып болыпты. Мынау да болып қалған, мынаған өздері көшет. Дайын болғанайын алып елеп аламыз. Пока осы тіршілік. Бүйгіміз керек болса, шылау үшін керек болса, нөмір қалдырам, соған хабарласыңыздар. Кез келген уақытта, кез келген Қазақстан болсын, СНГ болсын, салып жібереміз. Аллахтың қалауымен міне көңдерді жайып бұрт жасап тастадық. Енді шлангалармен үстіне жаймен су қойып қоямыз. Жуып та керегі жоқ бұны. Өздері осындай тұрыспенен алданат та артық жаңағы кислотность та осымен ақ кетеді. Арнайы шланг жалғап жуудың керек жоқ. Мына жерде уже. Мұнда 2 КАМАЗ. Сосын кейін мынау менен мынада 2 КАМАЗ. Нарғы енді жарты КАМАЗдан тасады, 1,5 КАМАЗ анда жатыр. Мындай болып шығады ғой. Өзі қап-қара болып. Енді бұны өзімнің жаңағы тәжірибемнен өткен нәрсе. Мына жерде менде 3 бұрт бар еді, 400 квадрат. Бұлардың өзі биогумусқа айналып, қазір ешқандай да несі немет жаңағы. Жейтін азығы почти жоғы себебі, сол мынаны қосып қойдым, 2 ортаны. Мына жерге дейін тұғын, негізі ана бұрт үстінен жайыңқырап. Мынадағы 3 бұрттағы құрт мынаған өтеді. Бұл жаңа бізде үстіне жаңағы анау сабан тастадық. Күріштің сабаны. Күріш шығып кетті. Күріштер бас байлап отыр кәдімгідей. Оның ішінде сосын кейін жаңағы андай кабачок дейді ғой. Сол жаңағы күріш байлап отыр кәдімгідей, күріш бас байлап отыр. Шылаушындарды бұрын жаңа кабачокпен азықтандырған секілді, соның дәндерінен қалып шыққаны. Мен түгел бір марта жұлып тазалап шыққам. Бәрібір қайтадан шықты, ол шыға береді екен ғой. Дауа жоқ екен. Ол жерде шылаушыны көшіріп жатпайсың.
өзі анадан мынаған көшеді. Мына осылай су қазір напорын азайтып қойдық. Сәлден кейін оны көтеріп қоямыз. Азайтқан себебіміз шлангының айналасынан су барсын деп отыр. Анау до конца ашып қоятын болсаң, ол кезде фонтан болып кетеді. Бері қарай өтіп кетеді. Осылайынан бұл 2 күн, 3 күн тұрады. 2-3 күннен кейін өзі толық ылғалданады, әрі жуылған есебі болады. Содан кейін жаңаға шылаушындар өз жаймен өтеді. Мен мына жерде алдында видеода көрген болсаңыздар, мына қазір жасаған бұрт қоя, бұның ар жағында дәл өзінде бұрт жасағанбыз. Оның ар жағындағы азығы таусылғаннан кейін, биогумусқа айналғаннан кейін, ол аяқтағылар сол бергі анау жәшікпен мына шлангының ортасында бұрт бар. Мынау жаңа көңді сәл үстіне шығарыңқырап тастадық. Аналар бері қарай өтеді. Түсіндіңіздер ме? Оны жаңағы жәшік қойып, қап қойып, көшіріп керек жоқ екен. Жер жетіп отырған болса, жанынан свежий бұрт жасап жүру керек. Сол кезде өзі автомат түрде өтеді. Мына жерге біз жәшікпен 12 жәшік, кішкентайы бар, үлкені бар. 12 жәшік тастаған болатын домыз. Содан бұл да уже биогумусқа айналып дайын есебі. Кәдімгі қара топыраққа айналған. Көңді топыраққа айналдырып, биогумусқа айналдырып тастаған. Бұның да құрттары ертең мұнайқа қарай қуана өседі, көшеді өздері. Мына жердің барлығы түгел құрт жайлайды. Мына көң өте керемет екен. Сабан араласқан. Енді бұны неге компост жасап бермедің деген сұрақ міндетті түрде қойылады. Оған жауап бере кетейін. Бұны компост жасауға өте керемет. Сабаны аралас, ішінде сондай көң екен да. Компост жасап жерсе күшті болып кетереді, бірақ оған компост жасайтындай менде варашитель жоқ. Ол сосын кейін бұны мен аударып отыратын уақытым да жоқ. Өзі бұл Шиелі ауданы Алғабас ауылында жасап жатқан дүние. Өзім Қызылорданың қаласында тұрамын. Тек суббота воскресенье келіп осындай тіршіліктерді жасаймын. Қалған уақытта арасында бір күн 2 күн салып соғып өтіп, судың қай жаққа қалай кетіп отқанын қарап отырамын. Ал суды насос қосу, өшіру, үйде жаңа қайнатам бар. Сол кісі өз мойнына алған. Сол кісі өзі өшіріп, азында қосып, кешке өшіріп сөйтіп отырады. Онысына да рахмет. Осы кешегі алған 4 камаз көңді осылай жайғастырып тастадық. Ендігі мәселе биогумусты елеу. Ана биогумусты елеу керек. Мына биогумусты елеу керек. Ар жағында 3 бұртты елемеймін. Одағы құрттар бері қарай өзі самостоятельно өтеді. Қалған сосын кейін оны трактормен жинатып алып, мына арғы бетте мына жерге жол түседі екен. Жолдың арғы бетінен алатын болды. Құда қаласа жерді документі дайын болып қалды. Сол жерден жер алып атсақ, соны тегістеп бау бақша егетін жеріне сол анау өзімнен дайын болып тұрған 3 бұрттағы 400 квадрат жердегі биогумусты апарып сонда тастаймын. Ертең ол жерге жеміс ағаштарын отырғызғаннан кейін ол ары қарай биогумус керек емес, өзі өсе беретін болады дайын биогумустың үстінде. Ана жақта менде 8 камаз көң, 8 камаз көңнен қанша шығады? 8 камаздан 6 камаздай шығады онда. 5 камаздың үстінде енді көң шығады ол жерден. Соны түгелдей ана жаққа апарып, ертең жерді алған кезде қазан қақтырғаннан кейін ориентир жасап көреміз, қай жерге бау бақша түседі, сол жерге тастаймыз.
Сөйтіп содан көктемге қарай жеміс ағаштарын отырғыза береміз. Барлығыңызға сәттілік. Каналымызға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Көпшілік қауым көрсін, үйренсін. Сатылатын биогумус та бар, шылаушын да бар. 600 квадратымыз енді мынау 4 КАМАЗбен 800 квадратқа көбейді. Бұл 800 квадрат ертең биогумустарды алғаннан кейін қайтадан тағы да расширение жасасақ, вообще керемет. Назар салып видеомызды қарағандарыңызға алғысымыз шексіз. Еңбек етіңіздер, әр қазақ бай болсын.